Сәлем достар, бүгін маршмеллоу дайындаймыз. Маршмеллоу барлық балаларға ұнайды деген ойдамын. Сондықтан да менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге желатин мен қант, су және лимон шырыны қажет. Лимон шырыны міндетті емес, ол болмаса жасай беріңіздер онсызды. Алдымен желатинімізға су құйып, бұқтырып қоямыз. Қантымызға да су құйып, лимон шырыны болса бір қасық лимон шырыны, болмаса онда тек қана суды құйып, отқа қойып қайнатып аламыз. Қант қайнағанша маршмеллоу салатын ыдысымызды дайындап аламыз. Маршмеллоу суығаннан кейін оңай алып шығу үшін ішіне пищевой пленканы төсеп, сұйық майын жағып дайындап қоямыз. Сироп осылай қайнаса жеткілікті. Отымызды сөндіреміз. Сиропымыз дайын. Бұқтырылған желатинімізді қайнатпай ерітіп алып бір ыдысқа құямыз. Желатинге ыстық сиропты ақырын-ақырын құйып, массамыз ағарғанша миксерлейміз. Массамыз осылай ағарған кезде маршмеллоу дайын деген сөз. Дайындап қойған ыдысымызға құйып, біркелкі етіп тегістеп, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа алып қоямыз. Бір қасық қант ұнтағы мен бір қасық крахмалды араластырып, сол ұнтаққа маршмеллоумызды бір аунатып аламыз. Сонда қолға жабыспайды және кесуге де ыңғайлы болады. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ, өте дәмді және тез дайындалады. 2-ақ ингредиент қант пен желатин. Дайындап көріңіздер, сіздердің де балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.